Зарина, қалайсыз? Көңіл-күйіңіз қалай? Күшті көңіл-күйім. Бетіңізге күшті қылып жасауыз. Иә, мен бетіме дейін нұр шашып, сепкіл шашып тұрмын. Зарина, мен бүгін ана сұрақ қойып жатырмын. Жобаға ең алғаш келген кезіңіз есіңізде ма деп. Иә, есімде. Сол кезде көзіңізге түскен адам. Маңызды емес, ұл болсын, жігіт, қыз болсын, немесе жақсы көріп, жақтырмай деген сияқты. Бір адам көзге түседі ғой, бір мә деп. Мен осы жаққа кастингке келген кезде Нұрболат деген қатысушы бар. Сол келіп, естеріңізде болсын, сол келіп әңгіме айтып, атың кім, қай жылғысың деп андай. Енді ол Қызылорданың жігіті болған ғой. Оңтүстіктің адамдары болады, әңгімеге тартқыш болады да. Сіз 5-ші сезонда айтып жатсыз ба? Иә, 5-ші сезонда. 6-ші сезонда. Сөйтіп 4-ші сезонда ең алғаш келген кезіңізде. Иә, 5-ші маусымда сол Нұрболат деген. Ой, 5. Мен 4-те деп ойлап қала беремін Заринаны, 5-ші сезонда, иә. 5-ші сезонда солай Нұрболат деген бала әңгімеге тартып сөйткен. Мен андай тұғым бірінші көрген кезде адам түрін жаттай алмаймын да, қатты мән бермейтін. Сол Нұрболаттың түрі есіме алды. Әңгімеге айтып, солай ақталқан үшеуміз, солай не істегенбіз, жақсы араласқанбыз. Кейін барлығымен жақын араласып кеттік қой. Иә, 6-ші сезонда Еркеш едіңіз, иә? Еркеш келді. В общем, балдар бар еді ғой, жаңа Манс, Еркеш, Бекзат, бір үйде тұратындар. Келіп әңгімеге тартып кеттіктер, солай не істеген басында. Ал қыздардан кейін араластық қыздармен. Садәулет кіммен сөйлесіп отыр екен? Оқырмандарыммен десің. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Сіз қалайсыз? Жақсы, бәрі өздеріңіз қалайсыздар? Мен мынандай сұрақ қойып жатырмын. Сіздің жобаға ең бірінші келген кезіңізде есіңізде бар ма? Бар. 8 март 2023 жыл. Жоқ, 24. Иә, 25 қой. 24 жыл. Сіз ең бірінші үміткер болып келдіңіз, иә? Жоқ. Қатысушы болып келдіңіз, иә? Сол кезде көзіңізге мына жақта бәрі отырады ғой, 30 адам, 25 адам. Соның ішінен көзіңізге түскен адам бар ма? Есіңізде бар ма? Жоқ болса да. Иә, көп қой. Сон біреуі бар еді. Себебі еңілікті сіз сырттай таныдыңыз, иә? Еңілікті сырттай таныдыңыз. Жобаға дейін танысың. Одан ағаларым отырды. Солар есімде. Моля отырды. Сондай екен, бәрі есімде. Памятім сондай жақсы. Расул, ең алғаш жобаға келген кезіңіз есіңізде бар ма? Иә. Сіз Заринаға үміткер болып келдіңіз, иә? Ең алғашқы рет. Сол кезде көзіңізге кім түсті? Зарина да? Жоқ, енді Заринаға сіз эфир сыртында көзіңіз түсіп келдіңіз ғой. Келген кезде, үміткер болып отырған кезде, мына жақта енді 30-дай адам отырады ғой, бір 20 адам жоқ дегенде. Соның ішінен бір жақтырмай, немесе бір жақтырып көзіңізге түскен. Бір әпше болды. Ұмыттым ше, кім көрсе танейын деші. Сол кісі маған күшті пікір айтқан, бәрімен қырылып атқан кезде. Әпше? Әпше демей ақ қойын. Сар шашты. Күшті бір. Солай екен. Бірақ ұмытып қалыпты. Менде есімде жоқ. Сіздің есіңізде бар ма? Сар шашты әпше дейді.